Bir бай базардан 2 қыл сатып алады. Сөйтіп олардың қасиеттерін білгісі келіп, үшеуі бірге отырып, әртүрлі тақырыпта әңгімелеседі. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Байқағаны бірінші қыл өте шешен сөйлейді екен. Сөзінде ой да сезім де бар. Тілі шешен, арнасы тола өзендей буырқанып тұр. Тіпті толқындатып сөйлегенде теңіз түбіндегі маржанды жағаға әкеліп төккендей небір шырайлардың хикметінен сыр түзеді. Қожайын қуанып, өте зерек қызметшіге қарық болды. Мұндай ақылды құл ешкімде жоқ шығар деп ойлады. Екінші құлдың мінезі томаға тұйық, екі сөздің басын қосып дұрыс сөйлей алмайды. Үстінен сасық бір иіс шығып тұрады. Тазалығы да төмен екен. Қожайын оның иісінен жеркеніп, одан алыстау тұрып сөйлесті. Қолыңнан не келеді деп сұрады. Бұл құлдың жазу сызудан хабары жоқ, сауатсыз екен. Бар білетіні қара жұмыс істеу. Қожайын іштей мұңайып, аяқ қолы күс-күс, үсті басы сасық құлдан пайда аз шығар деп ойлады. Енді олардың мінезімен жан дүниесін тексермек болды. Шешен құлын моншаға түсіп, жуынып кел деп жұмсады. Ол кеткен соң екінші құлмен әңгімелесе бастады. Байқаймын, сен көзі ашық, жүрегі таза, шыншыл азамат сияқтысың. Серігің сені мүлде нашар сипаттап еді. Соның бәрі өтірік болғаны ғой деді. Досым ешқашан жалған сөйлемейді. Ол өте адал адам. Оның осы күнге дейін біреуді алдағанын көрген емеспін. Ол үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын. Оның жалған сөйлеуі мүмкін емес. Егер мені нашар сипаттаса, демек, менің бойымда сондай кемшіліктер бар болғаны. Әдетте, адамның өз кемшілігі өзіне көрінбейді. Есесіне сырт көз тез байқайды, деді ол. Ендеше, сол досыңның қандай кемшілігі бар? Оның сыртынан не байқадың деп сұрады қожасы. Мен оның 3 кемшілігін айтайын. Біріншіден, ол қашанда тура сөйлейді. Екіншіден, ол ақиқат үшін басын тігуге дайын. Үшіншіден, біреудің айыбын емес, өзінің кемістігін байқап түзеп отырады, деді екінші құл. Өзің бір қызық адам екенсің. Мен оның кемшілігін сұрасам, сен жақсы қасиетін тізіп бердің. Кемшілігін өзін тауып көрсетсем, қайтер екенсің, деді қожайын. Сөзімнің өтірігі жоқ, деп шырылдады екінші құл. Осы кезде моншаға түсіп, тазаланып, шешен құл келді. Қожайын енді екінші құлды моншаға жіберіп, бірінші құлмен сөйлесті. Айта қойшы, досыңның сен жайлы айтқандары рас па? Деп сұрады. Ол мен жайлы не айтып еді деп сұрады бірінші құл. Ол сені имансыз, ашкөз, дінбұзар, екі жүзді деп сипаттады. Мұны естіген құл орнынан атып тұрып, жұлқынып, оңбаған. Ол алдымен өзіне қарасын. Аш кезінде тезегін жейтін сасық иттің нақ өзі. Ол үшін киелі ешқандай сезім жоқ. Ар, абырой, достық, борыш сияқты қасиеттен жұрдай, деп айғайлады. Қожайын оны тоқтатып. Сенің сөзінен аңғарғаным, досың емес, сенің өзің сондай жан екенсің. Сырт келбетің мен әңгімен қанша жерден әдемі көрінгенімен, көкірегіңді тот басып, көңіліңнен жаман иіс мүңкіп тұр. Сондықтан менен алысырақ отыршы, деді. Біреудің сыртын көріп, оның сұлулығы мен әдемі сөзіне еліп кетсек те, ең маңыздысы ол емес екенін түсінелік. Кісінің ішін білмей, сыртына қарап, тон пішпе. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.